Құрметті оқушылар, бүгін біз металдардағы электр тогының қалай пайда болатынын, және электр кедергісінің температураға қалай тәуелді болатынын қарастырамыз. Металдарда электр тогы еркін электрондардың реттелген қозғалысы нәтижесінде пайда болады. Металл атомдары кристалдық тор түзеді, ал олардың сыртқы қабатындағы электрондар атомдарға әлсіз байланысқандықтан еркін қозғала алады. Электр өрісі әсер еткенде, осы еркін электрондар белгілі бір бағытта қозғалып, электр тогын тудырады. Алайда электрондар қозғалысы мүлде кедергісіз болмайды. Олар кристалдық тордағы атомдармен соқтығысады. Осы соқтығыстар электр кедергісінің пайда болуына себеп болады. Демек, металдағы кедергі электрондардың еркін қозғалысына жасалатын кедергі. Енді температураның әсеріне назар аударайық. Температура артқан сайын металл атомдарының жылулық тербелісі күшейеді. Атомдар неғұрлым қатты тербелсе, электрондар соғұрлым жиі соқтығысады. Соның нәтижесінде электр кедергісі артады. Сондықтан металдарда температура жоғарылаған сайын кедергі де өседі. Бұл тәуелділік тәжірибе жүзінде дәлелденген және жуық түрде мына формуламен сипатталады. R кедергі тең R0 бастапқы кедергі жақшаның ішінде 1 плюс альфа-т. Мұндағы R0 бастапқы кедергі, альфа температуралық коэффициент. Ал енді өте қызықты құбылысқа тоқталайық. Кейбір материалдарда температура өте төмендегенде, белгілі бір критикалық температурадан кейін электр кедергісі толығымен жойылады. Бұл құбылыс асқын өткізгіштік деп аталады. Асқын өткізгіш күйде электр тогы ешқандай энергия шығынынсыз өтеді. Яғни өткізгіш қызбайды және токты ұзақ уақыт сақтауға болады. Бұл құбылыс қазіргі таңда магниттік пойыздарда, медицинадағы мырт құрылғыларында және қуатты электр жүйелерінде қолданылып жатыр. Қорытындылай келе, металдарда электр тогы еркін электрондардың қозғалысымен түсіндіріледі. Температура артқан сайын олардың қозғалысы қиындап, кедергі өседі. Ал өте төмен температурада кейбір материалдарда кедергі мүлде жойылып, асқын өткізгіштік құбылысы байқалады.